Қалай еңбек KZ сайты арқылы жұмыс іздеуге болады, мен қазір көрсетемін. Бірінші біз осы сайтқа өтеміз, сілтеме осы видеоның астында. Бұл мемлекеттік портал, бұл жерге әртүрлі жұмыс беруші орындар мен мемлекеттік мекемелер өздерінің вакансияларын жариялайды. Немесе өзіңіздің түйіндемеңізді, яғни резюмені осы сайтқа жариялауға болады. Бұл мемлекеттік портал, сондықтан қандай да бір жұмыстар қажет болатын болса, осыны қолдануды ұсынамын. Әсіресе андай нақты дипломды немесе нақты бір мамандықты қажет етпейтін жұмыстар бұл жерде өте көп. Бірінші біз іздеу жағын қарастырайық. Біз жұмыс іздеймін деп тұр, қызметкер іздеймін. Егер жұмыс беруші болса, осы қызметкер іздеймін деген таңдап, мына жерде резюме іздейді. Ал бізге жұмыс іздеймін деген керек. Және іздеу дегенді басуымызға болады, немесе мамандықтың атын жазамыз. Мамандықтың атын жазбай іздеу дегенді басатын болсақ, қандай жұмыстар бар, соның барлығын міне осы жерге шығарып береді. Мысалға, мына жерден аймақ деген жерден қай аймақ бойынша керек, біз соны таңдай аламыз. Мысалға, Шымкент қаласы, Атырау облысы, Қарағанды. Мысалға, біз Батыс Қазақстан деген таңдайық. Одан кейін осы Батыс Қазақстанның ішіндегі әртүрлі ауылдық елді мекендер мен аудандар шығады. Біз ауданды таңдайық. Мысалға, Тасқала ауданы. Және соның ішінен Тасқала бойынша мына жердегі вакансияларды шығарады. Мектептегі жинап тазалаушы, тарату желілерін пайдалану жөніндегі электромонтер, автомобиль жүргізушісі және әлеуметтік қызметкер. Осы жерде әртүрлі мекеменің мына жерде аты тұр, қанша төленетіні және қандай аймақта толық жұмыс күні, техникалық және кәсіби деп тұр. Егер техникалық және кәсіби деп тұратын болса, сізде сондай мамандық бойынша диплом болу керек. Мына жерде мысалы керек емес екен. Орта жалпы бірінші сол мектеп бітірген және еңбек өтілі маңызды емес жарияланған күні бар. Бұл егер сізге қызық болатын болса, сақтап қойсаңыз болады өзіңіздің аккаунтыңызға. Мысалға, біз ең қарапайым толығырақ ақпаратты осы жерден көруге болады. Жұмыс тәжірибесі 1 жыл. Мына жерде сайттың тілі қазақша тұр. Көріп отырғанымыздай кейбір сөздер мына жерде дұрыс емес аударылған. Егер орысша түсінетін болсаңыз, орыс тілін қолдануға болады. Және қандай компания екен мына жерде жазылған, Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп жазылған. Бұлардың қызметкерлер саны 1365 адам. Және мына жерде аймақ көрсетілген және байланыс ақпараттары бар. Skype, электронный почта, телефон номер. Және бұл кіммен сөйлесесіз, сол бойынша ақпарат бар. Байқаған болсаңыз, мына жерде орыстың аты жазылған. Егер орысша білмейтін болсаңыз, кішкене проблема туындауы мүмкін. Әрине барлық жағдайда емес. Мен тағы бір вакансияны аштым. Бұл жерде де міне дәл осылай жазылған. Біліктілігі жоқ құрылыс жұмысшысы деп жазылған. Осы вакансиямен орналасу үшін осылардың біреуіне хабарласуыңыз керек. Телефон номер тұр, немесе электронный почтаға өзіңіздің резюмеңізді жібере аласыз. Енді біз аккаунт дегенді қарастырайық. Бұл жерде осындай іздеуге болады, тіркелмей, бірақ бізге өзіміздің резюмемізді толтыру үшін тіркелуіміз керек. Ол үшін кіру дегенді басамыз. Одан кейін, егер өзіңіз алдын ала тіркелген болсаңыз, мына жерге логин немесе емейлді жазып кіресіз. Немесе басқа электронный, басқа сервистер бар, ВКонтакте, Apple ID, Apple аккаунт, Google немесе Ego арқылы да кіруге болады. Жоқ болатын болса, 0-ден бастап тіркелсеңіз болады. Ол үшін сіз кімсіз мына жерде жазасыз, жұмыс іздеуші, жұмыс беруші, одан электронный почта, пароль. Мен жылдам кіру үшін Gmail арқылы кірем. Мен өзімнің аккаунтыма кірдім, бірақ жаңағы Gmail арқылы кіретін немесе Google аккаунт арқылы кіретін функция уақытша жасамай тұр. Сондықтан мен ВКонтакте арқылы өттім. Бұл енді осы порталдың проблемасы, алдағы уақытта түзеледі деген ойдамыз. Менің кабинетім дегенді басамыз. Одан кейін бұл портал арқылы және жұмыссыз ретінде тіркелуге болады. Немесе жұмыс сондай резюме толтырасыз, жаңағы әртүрлі вакансияларды кейінге сақтап қойсаңыз болады, тәк сізге ұнағандарын. Оны сақтау үшін жаңа айтқанымдай, міне мынаны басасыз, сол кезде жеке осы кабинетіңізге сақталады. Одан кейін осы менің кабинетім деген жерге барасыз, түйіндемелер деп тұрады. Және мына жерде жазылым осы жерде таңдап алынған бос жұмыс орындар деп тұр. Осы жерде жаңағы сіз таңдаған вакансиялар шығып тұру керек. Бірақ бұл жерде жаңа айтқанымдай порталда кейде проблема туындайды. Бұл функция уақытша жұмыс жасамай тұр. Одан кейін мына жерде хабарламалар деген бар. Хабарламаларды өшіру дегенді бассаңыз болады. Жаңадан сізге хабарлама келетін болса, осы жерге шығады. Мемлекеттік қызметтер бар. Мемлекеттік қызметтер деген жерде жұмыссыз ретінде тіркелуге болады. Жұмыс іздеуші деп тұр мына жерде. Одан кейін жұмыс іздеп жүрген адам жұмыссыз, жұмысынан айырылу бойынша жеке төлем алсаңыз болады. Яғни сіз жұмысыңызды жоғалтатын болсаңыз, мына жерде жазу бойынша
алдағы 6 ай ішінде сақтандыру бойынша сізге қандай да бір төлем ұсынылатын болады жұмыс тапқанша. Жұмыс тапқанша болғанда тек 6 айға, 6 айдың ішінде жұмыс табуға болады. Бұл мемлекеттік қызметтер деген жер, және осы инструкция бойынша қолдануға болады. Енді түйіндемелер дегенге барамыз. Өзіңіздің жеке түйіндемеңізді қосу үшін, яғни резюмені қосу дегенді басамыз. Әрі қарай өзіңіздің фотоңызды жазасыз, мына жерге қоясыз. Керек болса ин номер, аты жөні, қысқасы мына жерде қызыл белгі тұр. Қай жерде осындай қызыл жұлдызша тұр, сол жерді толтыру міндетті. Ал мынаны толтырмай-ақ қойсаңыз болады, егер қатты керек емес болса. Мынаны таңдау міндетті. Елді мекен, мына жерде қандай елді мекенде тұрасыз, соның бәрін жазуыңыз керек. Қандай сертификат бар, мына жерге қосуыңызға болады. Және тағы бір айта кететін жағдай, мына жерде skills еңбек KZ деген сайт бар. Бұл сайтқа да мен сілтемені осы видеоның астында қоям. Бұл сайтта әртүрлі курстар бар, маркетинг бойынша, программирование немесе басқа кез келген. Соны оқып алып, сол сертификатты, оқығаннан кейін сізге сертификат беретін болса, бұл осы жерден шығып тұрады. Сонында оқуды ұсынамын. Басқа сертификаттар болатын болса, басқа жерден алған, оны осы жерде қосу дегенді басып, осы жерге жүктей аласыз. Атын жазасыз, осындай файл таңдайсыз. Сақтау дегенді басқаннан кейін сізде осы жерден резюмеңіз дайын тұрады. Сол резюмелерді басқа жұмыс берушілер көре алады. Көргеннен кейін сізге хабарласуы мүмкін, немесе хабарласады. Бұл аккаунтқа өткеннен кейін өзіңіздің резюмеңізді мына жерде жіберетін арнайы батырма шығады. Осындай вакансиялардың тізімінде үн қату деп енді аударып қойған. Жаңа айтқандай, орысша версиясы негізі дұрыстау. Міне откликнуться деп тұр. Осыны басатын болсаңыз, осы вакансия бойынша мен жұмысқа тұрғым келеді деген белгі басасыз. Осыны одан кейін өзіңіздің жаңа толтырған резюмеңізді жібере аласыз. Жұмыс беруші көреді, егер сізге ұнап жатса, талаптарға сай келсе сізге хабарласады. Бір ғана емес, мына жерден вакансия деген жерге барып, өзіңіз қалағаныңызша резюмелерді жіберуіңізге болады. Еш жерге звондап та керек емес, ештеңе керек емес. Қандай да бір хабарлама келетін болса, осы жерде міне шығып тұрады. Сондықтан жеке аккаунтыңызды арасында тексеріп қойыңыз.